Екінші сөз бар абайда. Екінші жолына келейік. Орын таппай баптанба. Ол қандай орын? Әкімнің креслосы ма? Ол не орын? Сонда абай айтады. Мынау не? Кірпіш, міне. Дүние кірпіш сияқты дейді. Енді мынау сенің дейді, міне. Міне мынау сенің орның дейді, кірпіш дүниедегі. Міне. Міне мынау сенің орның. Атыңыз кім? Ерназ. Ерназдың орны, міне, Ерназ. Міне Ерназдың орны. Ерназдың орны, міне. Бұл орынды енді Ерназдан басқа ешкім иелене алмайды екен. Құдай тағала Ерназ жаратқан, өзінің орнымен жаратқан екен. Сіз бұны мысалы атыңыз кім сіздің? Назерке бара алмайды орнына. Өлсе бара алмайды. Неге? Өйткені ол орын кімдікі? Ерназдікі. Орынды табуың керек өмірден. Өйткені бұның ар жағында үлкен бір теологиялық ой жатыр да. Құдай тағала кез келген адамды дейді, белгілі бір мақсатпен жаратады дейді. Яғни біреуін етік шығып жаратады. Біреуін тігінші, біреуін дизайнер, біреуін ғалым, біреуін жазушы, біреуін еден жуушы. Рас. Әркімнің өз орны бар. Қазақ айтады, орынды біл. Есіктен кіріп төрге ұрғаннан без. Кеше келген тоқалдар шөміш алып қоғаңдар дейді. Сіз рас па? Яғни орынды біл деп тұр ғой, орынды біл. Сонда орын деген не абай айтқан? Орын таппай баптанба дегеніміз, адам орын табу үшін 3 сұраққа жауап беру керек екен. Шәкәрім айтады. Келдім қайдан? Қайдан келдім? Жоғын. Қайтсем пайдам, өлген соң не болам? Осы 3 сұраққа жауап беру керек екен, орын табу үшін. Яғни мен жоқ едім ғой, қайдан келдім? Енді мен келгеннен кейін менің жанымның пайдасы не? Сөзсіз бе? Біреуге пайда, сіздер біреулер, мен біреуге пайдам. Жоқ, ол кейін болатын нәрсе, біреуге пайданы тигізу. Бірінші, біреуге пайдалы болу үшін сен өзіңнің жаныңды түсінуің керек қой. Сөзсіз бе? Яғни Алла тағала сенің жаныңды жаратқанда белгілі бір мақсатпен жаратып тұр. Сен соны түсінген кезде, өзіңді түсінген кезде ғана сен жұртқа пайдалы боласың. Міне, орын деген сол. Мысалы, сен жаның айтады, мен жазушы болуым керек дейді да. Әке шешең айтады, есің дұрыс па? Жазушылық деген сені асырай алмайды, өлесің аштан. Отында бухгалтер болсайшы. Тек жүресің, тоқ жүресің. Домаланып көп жүресің. Сонда ана бала өзінің орнын тапқысы келіп тұр ғой өмірден, Біз не дейміз? Біз оны бұзамыз. Бұл мамандық актуальный емес. Қазір актуальный, модада, трендте, как мамандық? Ол юрист. Не сотталасың, не соттайсың. Яғни, сонда ана орын деген нәрсе, бұл метафизикалық, сондай бір керемет нәрсе де, оны түсіну үшін, оны ешкім білмейді екен. Оны кім біледі? Өзің ғана білесің. Сөз бе? Сонда абай не дейді? Жүрегіңе сүңгі дейді. Бұны түсіну үшін дейді. Не істеу керек? Жүрекке сүңгу керек. Жүрегіңе сүңгі де, түбін көзде дейді. Сонан тапқан шын асыл тастай көрме дейді. Біз жүректі тыңдамаймыз ғой. Біз нені тыңдаймыз? Расчетливый, есепке құрылған ақылымызды тыңдаймыз. Мысалы, бір қызға бір жігіт жүрегін ұсынып тұр. Маған тұрмысқа шығыс дейді. Қыз ойлайды, так, мәшинесі жоқ, үй жоқ, жұмыс жоқ. Бұл қайыршыға тегенде мен неге көрем? Қабылдамайды. Есептеп тұр да бәрін. Ол жүрегін тыңдап тұрған жоқ. Жүрек, оған негізі жүрегі дұрыс айтып тұр. Ал жүрегі айтады, осы ғой сенің адамың. Таптың ғой ақыр. Осыған тей деп тұрды. Ал мына суға ақыл айтады, тиме. Неге? Мәшіне жоқ, үй жоқ, диплом жоқ. Сонда
Бұрынғы қазақтың қызы айтады екен. Бұрынғы қазақтың қызы. Аспанда ұшар қос қарлығаш. Құдайым, қосар болсаң жақсыға қос. Жүрсек те қол ұстасып тыр жалаңаш дейді екен. Қазір қазақтың қыздар сөйтіп айта ала ма? Бұрын қазақтың қызы жүрегімен өмір сүретін, жүрегімен өмір сүретін, және өйткені Абай айтады ғой, тіл жүректің айтқанына ерсе жалған шықпайды дейді. Міне жалған сөйлемеу үшін, жалған өмір сүрмеу үшін тіл қайда көну керек? Жүрекке. Ал егер амалдың тілін алса дейді, мынау амал ғой, ақыл, суға ақыл. Екі қосу 2 4. Мынау не? Суға ақыл. Ал амалдың тілін алса, адасып кетеді дейді. Мен сондан қазір кезде мен ылғи айтам, жүрегіңді тыңда, жүрегің сені алдамай тұр. Бір жігіт саған мысалы, бір қыздар бар, 30-ға келді, 40-қа келді, жігіт жоқ дейді, жігіт жоқ. Мен айтам, мүмкін емес саған бір жігіттің сөз айтпау. Енді айтты ғой кезінде. Неге шықпадым? Ол кезде оқып жүрдім ғой мен дейді. Құрсын оқу табылады. Не шешесі бұзады ол. Шешесі айтады, байға шығып кетіп жүрме, оқуынды бітір, байқа. Шешесі программасын жасап берді қызын. Сөйтіп қызын обалына қалып жатыр. Байқа, оқуынды бітір. Сонда біздің Жандос Мағұл деген филолог болды Қарағандыда, әлде бар профессор. Сол айтатын қыздарға, қыздар, ақымақ кездерінде тұрмысқа шығывандар. Яғни, жүректерің әлі былғанбаған кезде, жүректерің кірлемеген кезде. Өйткені жүрек алдамайды сені, түсінесіз бе? Ол бүгін қарның тоқ болса, ертең тояды. Мәшинең жоқ болса, ертең болады. Үйін жоқ болса, болады. Бірақ бір нәрсе болмайды екен ғой. Егер сен оңбағанға шықсан, есекке шықсаң, мысалы, ол тұлпар болып кетпейді. Міне осындай элементарный нәрсені түсіну үшін ақыл керек адамға. Енді бір сұрақ сіздерге, ақыл қайда болады? Жүрек. Адамда болады. Жоқ, ақыл ол малда да болады. Малда да бар ғой ақыл. Мысалы, ақыл қай жерде? Мен адам туралы айтып отырмын. Ақыл қай жерде болады? Санада. Жүректе. Енді қараңыздар. Ақыл негізінен екі жерде болады екен. Екі жерде. Мынаны ұқтыңыздар ғой, орын деген не екен? Яғни орын дегеніміз өзіңнің жаныңды түсіну. Өзінің жаныңды түсіну, жаның не үшін жаратылғанын білу, және ставка дейді ғой, яғни сену, соған бүкіл күшіңді беру, соған үміт арту, ставка дейді ғой. Мысалы, ставка жасайды ғой адам, қазақша қалай айтады ставканы? Соған дейді. Сонда ол Шәкәр күшті айтады оны. Сыйыну дейді. Сыйыну, түсінесіз бе? Мысалы, қазақ айтады, сыйынғаның күшті болсын дейді. Сенгенінен гөрі сыйынғаның күшті болсын. Сонда сыйыну. Сонда Шәкәрім айтады, тәуекел деп өзіңе сөйтіп сыйын дейді. Ставканың қазақша шықты. Біз кімге сыйынамыз? Әкем бар ғой, өлтірмейді. Шешем бар ғой, өлтірмейді. Ағамның малы бар ғой, мен жерге тастамас. Үкімет бар ғой, өлтірмейді. Кімге сыйынамыз? Өзгеге. Кімге сыйыну керек? Өзіңе сыйын дейді. Соны Шәкәрім айтады. Қазір кезде мына бизнес жасайын дейсің, жаңағыдай адам жаны айтып тұр, қорықпа деп. Көз қорқады. Ойбай, бірден болып қалса қайтем. Сонда қазір кездегі ең үлкен проблема адам өзінің орнын таба алмай жатқаны, ол өзінің Құдайдың жаратқан жаны өзіне сенбейді. Шын сіз білесіз бе? Сіздің жаныңызда атом бомбасынан 1000 есе қуатты күш бар. Білесіз бе оны? Білмейсіздер, көрдіңіз бе? Өйткені сіздің жандарыңыз танымайсыздар. Алла тағала өзінің
қуатын адамның жанына берген. Алла Тағаланың 99 көркем есімі сіздің жаныңызда тұр. Алла Тағаланың 8 субути сипаты сіздің жаныңызда тұр. Біз таңғаламыз ғой, мә, осы адам бәрін қайдан біледі? Неге? Өйткені ол адам жанын таныған. Ол өзінің жанына сыйынатын адам. Ол тәуекел деп өзіңе дейді, сөйтіп сыйын дейді. Сонда өзің деген кім? Жаның. Түсінесіз бе? Сонда Шәкәрім айтады ғой, анық қара, жан өзің, дене киім. Мақтан бояу денеге берген сыйың. Бұл алдауың жанға азық емес. Оған пайда не қылдың жалғыз тыйын? Егер сіздер өздеріңізге сенсеңіздер, яғни өз жаныңызға ставка жасасаң, сыйынсаңыздар, проблема болмайды сіздерде. Сонда орныңыз табасыз, сонда сіз жаныңыздың не үшін жаратылғанын білесіздер. Сонда Абай айтып отыр, орын таппай, баптанба дейді. Яғни өзің жаның танымайынша, сенің жаның бұл дүниеге не үшін келгенін білмейінше, орын таба алмайсың деп отыр. Адасу көп өмірде. Неге? Өйткені адамдар өзін тыңдамайды. Жаны басқа нәрсені қалап тұр, суық ақыл тыңдап, басқа нәрсеге барады. Бір жігітті сүйіп тұр жанымен, бірақ суық ақылын тыңдап, бай жігітке тұрмысқа шығады. Сосын өмір бойы жылап өтеді. Соның бәрі неден? Өзін танымағаннан. Сонсыздар ма? Сонда сіздердің ең үлкен байлығыңыз, ең үлкен жауһарыңыз өзіңіздің ішінде тұр ғой. Және досың да өзіңнің ішінде тұр. Және жауың да ішінде. Досың жаның, жауың кім? Нәпсің. Сырттан іздемеңіздер жауды. Міне осындай қуатты қазақта не бар? Ой бар да. Содан бұрын машһүр айтады сонда. Бұрын қазақ ақсақалдары дейді, бір адамға ренжігенде айтатын дейді. Ей, ол жаман өзін танымайды деп. Яғни жанын танымайды. Өзін жанын танымаған адам ол өзге адамды да оңдырмайды екен ғой. Қазақ айтады ғой, өзінің бетін аямаған дейді, өзгенің бетін шиеде қылады дейді. Түсінесіз бе? Яғни өзін аямай тұр ғой, ол өзін танымай тұр. Ал енді қараңыздар, өзін таныған адамның күш-қуаты артады екен. Қазақ айтады, өзім дегенде өгіздей қара күшім бар дейді. Түсінесіз бе? Өзім деген, яғни өзін таныған адамның күшіп, жаңа каналдары ашылып, ол өзінің денесін игергенмен қоймай, енді өзінің энергиясын өзгеге бере бастайды екен ғой ол адам. Бір адамдар бар мысалы, қасынан кеткін келмейді дейді. Неге? Өйткені энергия аласың да қасына тұр. Неге? Өйткені өзін таныған. Бір адамдар бар дейді, қасынан тұрсаң, қаңтардағы қыстай тоңасың ол адам қасында. Иә, өйткені ол өзін танымаған, ол вампир. Сондан керемет бір байға шықсаңыз, алтындай. Сен өзің алтын болмасаң да, интуициямен сезіп қойсаң, оның алтын екендігін. Уақыт өте келе өзіңді алтынға айналасың. Қазақ айтады, алтынның қасында жатып, күміс сарғаяды дейді. Неге? Өйткені ананың энергиясы саған өтеді сөз. Жақсара бастайсың сөз өзің. Сондан байға шыққан кезде оның қарамау керек. Оның несі бар ма? Жаңа материал жат. Ол алтын ба, алтын емес, соған қарау керек. Ол үшін өзің алтын болуың керек. Өйткені ер қадірін ер біледі дейді, қазақ айтады дейді. Көрдіңіз бе? Сонда ер деген кім? Жан. Ер деген жан екен ғой. Дене деген кім? Қатын. Дене қатын. Ер жан. Енді мынау мен түсініп отырсыздар ма сіздер? Түсініп отқан жоқсыздар ма? Халіме кіріп отырсыздар ма? Бәрекелді. Егер кірмесеңіздер айтыңыздар. Ұқпай отырмыз. Стоп. Слоулинг. Кішкене ақырын сөйлеңізші. Енді қараңыздар. Енді бізді құртатын не? Бізді құртатын нәпсі деген бар. Нәпсі, иә?
Енді нәпсіге не берейік? Анықтама берейік. Ән нәпс. Арабша ән нәпс. Аудармасы не? Нәпстің? Құдай білсін? Нәпсі деген жан екен. Жан. Ән нәпс жан. Тағы бір мағынасы бар екен. Нәпсінің екінші мағынасы дем. Дем. Қуат. Бірнеше мағынасы бар екен. Жан, дем, қуат. Былайша айтқан кезде түсінікті болу үшін айтайын, бұл адам өзі екі нәрседен тұрады ғой. Міне. Жан. Оның сыртында не бар? Тән. Сол нәпсі осы тәннің жаны. Тәннің жаны нәпсі. Тәннің жаны. Мысалы, үйде пол жуасыздар ма сіздер? Жумайсыздар ма қазір? Әлде ана машка жуа ма? Машка деген бар ғой қазір. Машка емес? Корейский. Деп жүретін. Жуасыздар ма, жумайсыздар ма? Жуасыздар, е? Сол кезде ана кроваттың астында, түкпірінде кіресіздер ғой кейде. Сол не дейсіздер? Жаным ай. Қиналып жүрсіз бе? Міне сол нәпсі деген сол. Немесе бастығыңыз мысалы, так, бүгін сверхурочный жұмыс істейміз, үйге қайтпайсыздар, кешкі 10-12 жұмыс істейсіздер дегенде кешке қарай айтасыздар, жаным ай. Үйсіз жүріп өліп қаламыз ғой бір күн. Оразада, сол дененің жаны, түсінсіз? Дененің жаны, денені ұстап тұрған жан. Мысалы, мына жерге шөгір кіріп кетсең дейміз, жаным ай. Ол дененің жаны айтып отыр. Қазақ сондықтан айтады, қай жерің ауырса, жаның сол жерде дейді. Нәпсі деген сол, түсінсіздер ме? Дененің жаны. Оны не дейді? Животная душа деп атайды. Хайуан жаны адамның. Нәпсі. Сонда нәпсіңді тей дейміз ғой, мысалы. Нәпсіңді тей, нәпсіңді тей, нәпсіңді. Бұл анағы дененің қалауын тей деген сөз, сөз бе? Нәпсі. Жай бір түсініктен беріп кетіп жатырмын сіздерге. Өйткені біз бір нәрселермен жұмыс істеу үшін, мысалы, бұл терминдердің несін білуіміз керек, анықтамаларын. Сонда бізге оңай болады. Енді қараңыздар. Мынау жан деген бар, мынау нәпс деген бар. Енді қараңыздар. Енді жан, бізде жан бар, плюс тән, е? Екеуі бір-бірін жақсы көре ме? Жақсы көреді, е? Екеуінің арасында не бар? Любовь бар. I love you. Жан тәнді жақсы көреді, тән жанды жақсы көреді. Жан неге тәнді жақсы көреді? Жан тәнді жақсы көреді, е? Не үшін? Өйткені тән жанның уақытша мекені. Абай айтады, тән жанның мейманханасы дейді. Гостиницасы. Мейманхана деген не деген сөз? Уақытша. Уақытша мекені. Соны оны ойлауға мәжбүр ол. Соны шәкәрім айтады ғой. Жан тыныштық таппайды тән қамын жеп. Тән бұзылса тұрағым бұзылар деп. Аштық, ыстық, суықтан сақтау үшін зұлымдықпен айланы қылады сет дейді. Сонда қазіргі кездегі бүкіл болатқан зұлымдық, адамды адам қанау, қинау, зорлық, зомбылық, осының бәрі тән үшін болады екен. Сонда шәкәрім коррупция дейді ғой қазіргі кезде, коррупция. Сол коррупцияның, сыбайлас жемқорлықтың барлығының түп тамырын айтып отыр ғой. Не ол? Ол жаңағы тәнді, шексіз тәннің қалауларына еркіндік беріп қою. Ол тойымсыз және. Ешқашан тоймайды, сөз бе тән деген. Әйтпесе мысалы, адамға көп нәрсе керек жоқ қой. Шықсы ба? Естілмей жатыр ма? Сонда адамға көп нәрсе керек жоқ негізінен. Бірақ тән тойымсыз. Сонда ана, мысалы, бір адамдар бар, мысалы, 1 миллиард ақшасы бар.
оған ол керек жоқ қой 1 миллиард ақша. Неге ертең өлсең қалады бәрі. Кім көрінгенің қолында кетеді. Дұрыс па? Соған ақыл жетпейді. Неге өйткені өмір бойы тән үшін өмір сүрген адамның бүкіл ақылы, ойы сол нәпсіге жұмыс істейді екен. Ол ойлана алмайды, түсінесіз бе? Шын мәнінде маған 1 миллиард ақша не үшін керек? Доллар не үшін керек? Ертең өлсем қалады. Ақылды адам ойлайды. Сондан ақылды шырмап тұрған, ақылды еркіне жібермейтін нәрсе ол дене. Яғни дененің жаны, нәпсі. Біздің сонда ақылымыз қазір қайда отыр? Нәпсінің түрмесінде отыр. Сол нәпсіңді тыймайынша, нәпсіңді тәрбиелемейінше ақыл бостандыққа шыға алмайды. Мысалы, нәпсінің несі күштілігін айтайын сіздерге. Мысалы, нәпс үшін өмір сүретін адам, яғни тек қана ішсем, жесем, ұйықтасам. Нәпсінің 3 қалауы бар, ішсем, жесем, ұйықтасам. Абай айтады, адам дүниеге келгенде 2 түрлі мінезбен келеді дейді. Біреу ішсем, жесем, ұйықтасам. Бұл тәннің құмарлықтары дейді. Бұл нәпсін айтып отыр. Екіншісі көрсем, білсем дейді. Бұл жанның құмарлығы дейді. Мына сіздер бүгін келіп отырсыздар. Көрсем, білсем де келіп отырсыздар. Бұл жерде сіздерге ешкім мысалы ет асып жатқан жоқ мысалы. Қымыз шұбат беріп жатқан жоқ, дұрыс па? Не үшін келдіңіздер? Жанның қалауымен. Сол жанның қалауы тәннің қалауынан асып, сол тәннің қалауын жеңе білген адамды кім деп атаймыз? Ер дейді екенбіз. Міне, ер. Сіздер ерсіздер. Неге өйткені сіздер бүгін не жасадыңыздар? Ерлік жасадыңыздар. Шын айтамын сіздерге. Автобуста отырсыздар. Мына автобус, қоғамдық көлік, отырсыздар. Отырсыздар. Нәпсің айтады. Ой, қандай кайф, отыр. Отыр, қозғалма, отыр. Тұрма, өлесің. Отыр. Қасыңа қарт адам келді. Ақылың айтады, тұр. Тұр деймін саған. Тұр. Нәпсің айтады, енді менде адамның боласың, мені шаршадым. Ақыл айтады, ертең сен қартаймайсың ба? Күш-қуат кетпей ме? Сонда саған орын бермесе қайтесің? Нәпсің айтады, енді о жағын көре жатамыз, жас өлі ме, кәрі өлі ме? Сөйтіп адамның бойында не жүреді? Диалог. Нәпсі мен ақылдың батыл. Батыл деген не білесіздер ме? Жекпе-жек. Кім жеңеді? Міне. Сонда егер сіздің ақылыңыз нәпсіңізді жеңсе, тұрып отырыңыз десеңіз, ерлік жасадыңыз. Сіз ерлік жасау үшін міндетті түрде соғысқа бару міндетті емес. Өзің қарның аш болып тұрып, қасындағы жолдасыңа бірінші тамақ ішкізсең, ол да ерлік. Сөз бе? Сонда ерлік деген не? Нәпсінің қалауларын тия білу. Нәпсіні бірінші орынға қоймау. Сондан ол ер деген сөз, ол жыныстық атау емес екен. Ол рухани атау. Ал жыныстық атау қандай? Еркек. Еркек жыныстық атау. Еркек. Антонимі не? Ұрғашы, әйел емес. Біз мысалы қызық мысалы. Еркек бейшараға еркек десең ренжімейді. Өйткені малды да еркек мал дейміз, адамды да еркек дейміз. Әйелге ұрғаш десең ренжиді. Мен ұрғаш емеспін. Енді кімсің сонда? Жоқ енді қызықсың. Сонда кімсің сонда? Ұрғаш емессің сонда. Сөйтсек, мына ұрғашы деген сөздің мағынасы не екен білесіздер ме? Ұрық ашушы. Еркектің ұрығы түседі, ананың жатырына, соны өсіріп шығаратын завод. Ұрғаш. Керемет сөз ғой, ұрғашы деген. Сонда еркек, олар қандай атаулар? Жыныстық атаулар, жыныстық. Енді бізге қазір қандай перспектива тұр? Еркектен ерге айналу.
ұрғашы да ер бола алады, еркек те ер бола алады. Содан қазақта қараңыздар бүй дейді: өтірік айтпайтын, өсек айтпайтын, айтқан сөзінде тұратын әйелді қандай әйел дейді? Ер мінезді әйел дейді. Түсіндіңіздер ме? Сонда бізге ерлер керек. Біздің қоғам қазір ерлерге мұқтаж. Неге? Біз қатындардан шаршадық. Қатындар бізде мына жерде тұр уже. Рас па? Қатын деген кім ол? Қатын деген ол тән қалауын жан қалауынан жоғары қоятын кез келген адам қатын. Ол еркек те болуы мүмкін, ол ұрғашы та болуы мүмкін. Сонда қазақтың мақалы бар: қатын бастаған көш қараң қалады дейді. Ол ұрғашын айтып отырған жоқ. Ол нәпсін тие алмаған адамды айтып отыр. Түсінесіз бе? Қатын бастаған көш қараң қалады дейді. Неге? Өзінің нәпсін тие алмаған еркек, қатын, өзінің көш бастап елдің басына шығып алған, өзінің нәпсін тие алмаған адамда елдің ақсын түйені түгімен, бүйені бөгімен жұтып қояды екен ғой. Ол ел қараң қалады екен. Түсінесіз бе? Сондан елдің басына, яғни көштің басына нәпсін тиған ерлер келу керек екен ғой. Ана қазақтың руханиятын көрдіңіз бе қалай алып шықты? Ашық айтып отыр, ерлер келу. Сондан едігеде ер қайда? Елдің қамын жейтін дейді қазақ айтады. Сонда ер, бізге қазір кімдер керек сонда? Ерлер керек. Ал ерлерді туу үшін ол ұрғашы да, еркек те өздері ер болу керек бірінші. Сол ұрғашы, еркек өздері ер болмай, олардың ер туылмайды. Кешіріңіз. Егер екеуі де қатын болса, тағы бір қатын дүниеге келеді. Жоқ, күлетін нәрсесі жоқ. Шын айтып отырмын сіздерге. Жылайтын нәрсе. Қазір біз ренжиміз мысалы. Ана бастық жаман, ана чиновник жаман, ана депутат оңбаған, ана министр андай, андай-мындай. Кімге ренжисің? Сол министр кеше сенің қазақтың отбасында өсіп шыққан қара домалақ бала ғой. Аспаннан түскен жоқ қой. Рас па? Біз оны өзіміз өсіріп шығардық қой ондай. Міне сонда кішкене ақыл жүгірту керек. Бұл қайдан келді ол? Жоқ еді ол, қайдан келді? Өзіміз өсіріп шығардық. Яғни, егер сені басқаратын адамдардың сапасы төмен болса, халықтың сапасы төмен деген сөз. Жоқ, шын, ренжуге болмайды мысалы. Неге? Өйткені қазақ айтады: бетің қисық болса, айнаға ренжіме дейді, өкпелеме дейді. Бетің қисық болса, түсінесіз бе? Бет деген не? Бет деген не? Бетің қисық болса, айнаға өкпелеме. Бұл сыртқы мағынасы. Захири, егер адам бет болса, айнаға өкпелеме болмайды деген сөз. Ал ішкі мағынасы не? Сонда бет деген нәпс екен. Ал айна деген не? Ақыл. Ақыл айнам дейді ғой, шәкәрім айтады. Ал көрсетіп тұрады екен: бетің қисық, бетің қисық. Сен мысалы қасарсың, жоқ, бетің қисық емес. Жоқ, бетің қисық, айна. Сонда адамның ақылы, айнасы түзу болса, өзінің мінін көріп тұрады екен ғой. Сонда Абай айтады ғой. Абай айтады: жүректе айна болмаса, сөз болмайды өңгесі дейді. Адамның айна деген ақыл. Ал сенің айнаң қашан күңгірт тартады? Қашан сенің айнаң дұрыс көрсетпейді ақылың? Егер сенің нәпсің күшті болса, сенің ақылың тек қана денеге жұмыс істейтін болса, сонда сенің айнаң кірлейді екен. Ақылың кірлейді. Ақылың күңгірт тартады. Ал ақылы кірлеген адам мына дүниенің суреті дейді, жүрекке, ақылға раушан болып түспейді дейді. Ал егер сен жүрегің таза болса, яғни ақылың таза болса, онда мына дүниенің суреті раушан болып түседі дейді. Яғни не? Айқын болып түседі дейді. Сонда ер деген кім болды? Нәпсісін тиған адам. Ер. Ал нәпсісін тие алмаған адам кім болды? Қатын болды. Сонда қазақтар деп айтады бұрын. Батырлар айтады: шық жекпе-жекке. Ерсің бе, қатынсың ба? Қашқан жауға қатын да батыр дейді. Сонда қатын деген сөзді мен сендерге түсіндіріп айтайын. Қатын деген сөздің үш мағынасы бар. Бірінші мағынасы
императрица. Тура мағынасында. Өйткені қаған император, мысалы, сіздер білесіздер осы тарихтан, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты болған, қағанат деген империя. Соның басшысын қаған дейді да, оның жұбайын қатын дейді екен. Императрица. Сөз бе? Оны ана Күлтегіннің үлкен жазуында бар. Тәңірден жаралған бабам естемей қаған, ұмайтекті анам ел білге қатын дейді. Ұмайтекті анам ел білге қатын. Яғни императрица. Мысалы, сіз ана Стамбулда алған Фатих Сұлтанның 6 қатыны болған. Басына барсаңыздар жазылып тұр бәрі. Қатын. Бұл не? Императрица. Бұл әркімнің қолынан императрица болу келмейді, кешіріңіз. Қатын болу өнер. Екінші мағынасы, әйел затының қыздық ғұмыры аяқталғанда қатындық ғұмыры басталады. Рас па? Бұл статус. Сонда қазақтың қызы армандайды екен. Біз де қатын болармыз, қапқа тар салармыз. Қазақтың қыздары айтады екен. Қазақтың даналық айтады. Бөрік киген бәрі батыр емес, жаулық тартқан бәрі қатын емес. Бұл не? Статус. Сонда бүгін үйге барып айтасыздар байларыңызға. Байым мені қатын деп айт. Күледі. Мысалы, қазіргі кезде еркектер жұбайларына қатын деп айта алмайды ғой. Неге? Оған не керек? Ұлттық код керек. Қуат керек. Жақында ғана үйленген бір жігітке айтып отырмын ғой. Баланы жастан қатынды бастан бірден қатын деп айтсам айтады, жаңа жігіт. Омеке, қатеке деп айтсам бола ма дейді. Не жоқ? Рух жоқ, рух. Ана рух жоқ, ана қатын деп айтуға. Өйткені сен қатын деп айту үшін өзің император болуың керек қой бірінші. Дұрыс па? Сонда қазақтың мақал айтады. Қараша деген кім? Халық. Ханның қоластындағы, жай халық емес, қараша подданный. Ханның қоластындағы бағыныштық. Сонда қазақ айтады. Қараша ханның тұсында дейді. Қатын ердің тұсында дейді. Өзі ер адамның ғана қатыны болады екен. Сөз ба? Императрицасы болады. Яғни өз нәпсін тыйған еркек ерге айналып, оның әйелі императрица болады екен. Қараңыз, тіл қандай күрделі. Шатасып кетуге болады. Біреулер мен осы сөзді алып шыққанда айтты. Сіз бізді қорлап жатсыз. Әйел деп айта бермейміз бе дейді. Мен айттым, жоқ, ол қазақтың сөзі ғой. Қатын деген ол императрица, қатын деген статус. Ал мен қолданып отқан бұл үшінші мағынасы. Бұл қандай? Ауыспалы мағынасында айтып отыр. Ол образ, бұл метафора. Шатастырмаңыздар. Сөзсірі? Әйтпесе, мысалы, ренжіп отыруыңыз мүмкін. Бұя? Енді орын-орнына қойдық қой. Түсіндіңіздер ғой, орын-орнына қойдық. Енді ренжімейсіздер. Өйткені реніштің бәрі қайдан пайда болады? Түсінбегеннен. Хадис бар сондай. Адам түсінбеген, білмеген нәрсесіне жау болады дейді. Ол жау болайын деп болмайды. Түсінбей отыр да ана сөзді. Міне енді қараңыздар. Осы енді жан плюс тән. Екеуінің арасында не бар? Махаббат бар. Неге? Өйткені жан білет. Жан білет. Егер тәнге азық бермесе, оның тұрағы бұзылатын білетті, тәннің қамын ойлайды. Ал тән энергияны жанынан алады. Оның екеуінің арасында не бар сонда? Махаббат бар. Сонда бұл шәкәрімнен алып отырмын, шәкәрім айтады сонда. Ал енді сипатталық көңілді біз ескеріп бұл сөзімді жақсы ұғыңыз. Жан мен дене қосылған ерлі қатын екеуінен туады көңіліміз дейді. Сонда осы екеуінен не туып тұр? Көңіл, көңіл туып тұр. Сонда мынау көңіл жан мен тәннің некесінен туған баласы. Екеуінің махаббатынан туған баласы көңіл. Жан мен тәннің некесінен туып тұр. Енді қараңыздар. Мынау әкесі, ерлі қатын деп тұр ғой. Мынау тән не? Шешесі. Көңілдің.
Енді қараңыздар, жан күшті болса, мысалы, отбасында былай ғой өзі. Отбасында, әкесі күшті болса, бала кімге қарайды? Әкесіне қарайды. Әкең не дейді? Әкем не дейді? Авторитет. Әкем не дейді? Бұрын қазақ солай болған, әкесіне қараған. Әкем не дейді? Әкем біліп қоймасын. Қазір шешең айт. Шешең біледі. Авторитет емес еркек. Кім авторитет? Шешесі авторитет. Рас па? Рас. Сонда бала кім авторитет болса, соған қарайды екен ғой. Соны үлгі тұта бастайды. Сонда шәкәрім айтады, егер жан күшті болса дейді, көңіл қайда қарайды дейді? Әкесіне қарайды. Сол кезде ол кімге айналады дейді? Рухқа айналады дейді. Міне. Рухы күшті дейміз ғой. Рухы күшті, рух деген ол, рух күшті. Рухы күшті адам қандай? Жаны күшті адам. Тәнін бағындыра білген адамның көңілі рух айналады екен. Көңіл рух ретінде. Ер мінезді, қорықпайтын, сатылмайтын, батыл. Өйткені жан күшті де, ана көңілді өзіне қарата алып отыр. Егер тән күшті болса, тән күшті болып кетсе, жан қайда қарайды? Тәнге қарайды. Енді мынау көңіл кімге айналып кетеді? Нәпсіге айналып кетеді. Міне. Сонда адамның көңілі не істеп тұрады? Айналып тұрады. Үнемі бір қалыпты болмайды. Сондан көңіл кейде бәрін сыйдыратын Құдайдың жаңағыда сүйікті момын жауһарына айналуы мүмкін көңіл. Кейде көңіл қыл айналмайтын тар болып кетуі мүмкін. Байқайсыздар ма? Көңілі тарлық. Айтады ғой, үйдің тарлығы тарлық, көңілдің тарлығы қорлық дейді қазақ айтады. Сонда біздің көңіліміз кейде көл, кейде шөл болады екен ғой. Сонда қашан ол көл болады? Ол көңіліміз жанға қарағанда. Ол көл. Енді осыдан кеп қазақтың атақты мақалы шығады. Яғни көңіліміз көл болып тұрғанда. Көңіл сыйса, бәрі сияды дейді. Көңіл сыйса дейді. Оригиналы қандай? Көңілге сыйса екен ғой. Көңілге емес, көңілге сыйса, бәрі сияды. Көңілге сыйса, бәрі сияды. Енді көңілге не сыю керек? Алла сыю керек. Көңілге Алла сыйса, барлығы сыйып кетеді екен ғой. Көңілінде Алласы жоқ адамның ештеңе сыймайды. Сонда оригинал былай екен. Көңілге Алла сыйса, бәрі сияды. Өйткені сонда құдси хадис бар екен, Алла тағала айтады екен, мен ешқайда сыймаймын. 18 ғаламға сыймаймын, лаухул махфузға сыймаймын, ғаршы күрсіге сыймаймын, мен адал мүмін құлымның көңіліне сыямын дейді екен. Байқайсыздар ма? Сонда көңілінде Алласы бар адамдардың көңілі өте кең болады. Бәрін сыйғызады. Тіпті Абай не дейді? Адамзаттың бәрін сүй бауырым дейді. Сонда деңгейге көтерілген сөз бе? Біз адамзат сүймек түгілі өзіміздің қазағымыз сүй алмай жүрміз ғой. Қайда ондай деңгейге жету үшін әлі? Бірақ ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз деп үмітімізді үзбейміз, сол деңгейге жетуге ұмтылуымыз керек. Сонда көңіл кейде көл, кейде шөл. Міне, көңіл айналып тұр. Сонда шәкәрім айтады ғой. Табиғат бірде олай, бірде бұлай, кетері мәлім емес әлде қалай. Әкесі жан, шешесі дене болып, көңіліміз сол себепті екі талай. Кейде жақсыны іздейміз, кейде жаман, көңіл неге қызықса соған таман. Дене жеңсеп, түпсізге қызығамыз, жан билесе жаманнан қалмақ аман дейді. Бәрекелді деп қойсаңыз, бәрекелді деп былай. Жан бар ма сізде, жоқ па? Мынау
31 қара сөзінде Абай айтады ғой, естіген нәрсені ұмытпау үшін дейді. Екінші бабы. Естіген нәрсені ұмытпау үшін дейді. Бір нәрсені көргенде, естігенде көңілденіп, тұшынып, ғибратланып тыңдау керек дейді. Өздерің үшін көңілденіп отыру керек, көңілденіп. Яғни не? Көңілдену деген не? Көңіліңді рухқа айналдырып отыру керек қой. Көңілдену деген сол екен. Сол кезде ұғасың. Неге? Өйткені көңілің ашылды. Адамның көңілі гүл сияқты дейді. Гүл сияқты. Мысалы, гүл ашылмаса, күннің нұрын, жаңбырдың ылғалын сіңіре алмайтын сияқты, көңілің жабық болса, көңілденбесең мысалы. Мен айтқаным кірмейді. Сонда көңілденіп отыру керек. Сонда қазақ бұрын неге мықты болған, өйткені неге ұмытпаған, неге жыр дастандарды жатқа білген, өйткені бұрын қазақ көңілдене білетін, сөзсіз бе? Яғни эмоциясын қазіргі кезде кіріп жатыр ғой, батыста жаңағы emotional коэффициент дейді. IQ, бұрынғы интеллектуальный коэффициенттің орнына қазір emotional коэффициенттен келіп жатыр. Яғни эмоция керек адамға. Көңілденіп отыру керек. Яғни қазақ қалай көңілдеген не деген? Ол бәрі келді. Па шіркін, жарайсың, тусаң, ту деп айғайлап отыр. Қазір қазақ көңілденіп ұмытып қойған. Не айтсаң да? Сосын ол кірмейді сіздер, сөз. Сондықтан соны тұшыну керек дейді. Тұшыну деген не деген сөз? Мына сөздің дәмдісін Мысалы, тамақ ішкен кезде, тәтті тамақ ішкен кезде, ай шіркін ай, туф деп тұшынасыздар ғой. Сол сияқты сөзге тұшыну керек, сөз бе? Соны енді оны эмоциясын білдіріп отыру, сол кезде ұмытпайсыздар. Өздерің үшін, мен үшін емес. Мысалы, қалай? Өсектің қандай? Мысалы, өзектің қандай? Қой рас па? Не может быть? Вот рухани әңгіме солай тыңдау керек. Рас па? Ай, бәрекелді. Міне сонда біз көңілді енді білесіздер, көңіл деген сонда ол керемет нәрсе. Оны қазақтар көңіл дейді, арабтар қалып дейді, қалбуын айналып тұрады деген сол екен, айналып тұрады. Парсылар не дейді? Діл дейді. Діл деген сөз бар ғой қазақтағы, діл. Осы екен ғой діл деген, көңіл. Ділшат, ділназ, ділмар. Енді ақыл қайда болады? Ақыл деген нәрсе қайда болады? Осы жайында әңгімелесейік сіздермен. Мына адам, мына ми, мына жерде ми бар, ми. Мына адамның мына жерде жүрегі бар, жүрегі бар. Сонда ақыл мына жерде болады екен, түбі. Мысалы, шелектің түбі болады ғой, шелектің түбі. Түбі деген не деген сөз? Түп, тамыры, фундаменті, іргетасы қайда болады? Жүректе болады ақылдың. Ақыл. Бұл ақылды Абай қандай ақыл дейді? Нұрлы ақыл. Нұрлы ақыл. Мынаны ақылды қандай дейді? Суық ақыл. Міне, суық ақыл. Абай айтады ғой, ақылды деп, арлы деп, ақпейіл деп. Жұрт осы күні ешкімді мақтамайды көп. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дей ме? Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Міне бізге керегі қандай? Нұрлы ақыл. Міне, ол қайда болады екен? Жүректе болады екен ғой. Өкінішке қарай, біздің бүкіл білім беру жүйесі, орта білім,
бастауыш мектеп, орта мектеп, университет қандай ақылға негізделген? Суық ақылға негізделген ғой. Суық ақыл. Бұны батыста не дейді? Қандай білім дейді? Рацио. Рационалды білім. Рацио. Суық ақыл. Сонда бұны мен қайдан алып отырмын дегенде Шәкәрім айтады. Бұл Шәкәрімнен алып отырмын. Шәкәрім айтады. Тапқыш ой ғой ақылдың мағынасы. Түбі жүрек болады мида басы дейді. Сонда ақылдың түбі қайда болады екен? Жүректе болады, басы мида болады екен. Сонда ақылға ақпарат ми арқылы келеді, ми. Ашылған көз тұрама бір зат көрмей, миға хабар бермей ме, сөз көрмей деп Шәкәрім айтады. Ашылған көз тұрама бір зат көрмей, миға хабар бермей ме, сөз көрмей. Яғни мынау бүкіл сырттан келіп отқан ақпараттың бәрі қайда келеді бірінші? Миға келеді. Сосын ми не істейді оны? Жүрекке келеді. Жүрекке келеді. Жүрек дейді, бұл соңғы инстанция дейді. Егер дейді, қабылданған ақпарат дейді, әділ болса, дұрыс болса, ақиқат болса, жүрек иә деп рұқсат береді дейді. Егер қабылданған ақпарат, ақиқат болмаса, әділетсіз болса, қайырымсыз болса, жүрек қабылдамайды дейді. Тіпті қабылдамақ түгілі жиіркенеді дейді одан. Сонда бұл біздің жүрегіміз соңғы инстанция. Я? Санкция. Не береді, не бермейді. Қабылдайды, не қабылдамайды. Ал біздің өкінішке қарай, біз ақыл деп жүргеніміз мынау ақыл ғой, міне, суық ақыл. Бұл суық ақыл неге негізделеді? Калькуляция. Есеп, міне. Есепке негізделеді суық ақыл. Мысалы, қазір кезде көп адамдар ата-аналарын қарттар үйіне тапсырып жатыр. Е? Сосын сұрайды олардан. Сіз неге қарттар үйіне тапсырып жатсыз? Неге? Сондан деп айтады. Оларға ол жерде ыңғайлы. Сіздер ме есептеп отыр? Ыңғайлы. Өйткені ол жерде оларға өздері сияқты қарттар бар. Тамағы дайын. Киімі өтектеулі, жуылы, 3 мезгіл тамақ. Бірақ бір нәрсені ескермейді. Мынаумен ала алмайтын. Ол не? Ол жерде жылу жоқ қой. Ол жерде махаббат жоқ қой. Соны ескере алмайды суық ақыл. Неге? Өйткені ата-ана саған керек болды, өсірді, барын берді, енді сен өз қолың, өз аузыңа жеткен кезде енді ата-ана саған керек емес. Неге? Өйткені беретін беріп болды. Суық ақыл. Сонда, егер біз тек қана суық ақылмен ойлайтын болсақ, онда біз хайуаннан да төмен болады екенбіз ғой. Өте қауіпті адамдар, суық ақылды адамдар. Неге? Олар бәрін есептейді. Тіпті сәлемнің өзі неге айналады? Есепке құрылады. Осы адамға бір сәлем бере салайшы, керек болып қалар. Осы адамды қонаққа шақырайшы, бір керегі болып қалар. Сондан баяғыда Әзірет әлден сұраған ғой, ғылым артық па, мал артық па дегенде, Әзірет әлі айтты, әлбетте ғылым артық деп айтты. Неге? Өйткені мал иесін қонаққа есеппен шақырады дейді. Ғылым иесін шын жүрекпен шақырады. Міне сонда ақылдың басы қайда тұр? Енді қараңыздар, осыған байланысты адамдар екіге бөлінеді екен. Жаманның ақылы қайда? Жаманның ақылы, адамдар екіге бөлінеді, жақсы және жаман. Жақсы деген ол зат есім бе, сын есім бе? Зат есім. Жақсы деген элита. Сорпаның бетіндегі майы, сүттің бетіндегі қаймағы жақсы. Сонда қазақ айтады. Жаманның ақылы қай жерде болады дейді.
Қазақ айтады, жаманның ақылы білегінде болады дейді. Білегінде. Бәрін күшпен шешеді. Зорлықпен, зомбылықпен, күшпен. Жаманның ақылы қайда болады дейді? Білегінде. Жақсының ақылы жүрегінде болады дейді. Көріп отырсыздар ма? Сөз бізді жетелеп келе жатқан тек қана сөз. Ештеңе сырттан алып жатқан жоқпыз. Батыстан, шығыстан ештеңе алып жатқан жоқпыз. Бәрі қайда? Қазақта тұр, міне. Жақсының жүрегі, ақыл жүрегінде, жаманның ақылы білегінде. Иә, енді ары қарай айтады. Білектің жолы суық, жүректің жолы ыстық дейді. Әне. Енді осыдан келіп, Абайдың толық адамы шығады. Иә? Сонда адам толық болу үшін осы ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстау керек екен. Әне. Қазіргі президентіміз айтты ғой. Біздің қазіргі кезде өміріміз баянды да берекелі болу үшін біз Абайдың толық адамын идеал қылып тұтуымыз керек. Және оны жүзеге асыруымыз керек дейді. Енді толық адам. Сіздер енді барлықтарыңыз толық адам болуларыңыз келеді ғой, әлде боларыңыз келмей ме? Келе ме? Толық адам дегеніміз семіз адам емес. Толық адам дегеніміз қандай? Кемел адам. Толық, совершенный деген сөз, да? Толық. Мысалы қазақ айтады ғой, би дейді ғой, би дейді қазақ. Бір жаман бай бар қатынға айтады, сен негізі миың толық дейді. Айта ма? Миың толық қой, осыға шыдап жүрген. Миың толық. Енді қараңыздар, толық адам болу үшін, толық адам, яғни совершенный адам. Ақыл керек, қайрат керек, және не керек? Жүрек керек, міне. Жүрек. Ақыл, қайрат, сонда Абай айтады ғой. Әуелде бір суық мұз ақыл зерек. Бастағы ақыл дейді ғой, суық ақыл. Әуелде бір суық мұз ақыл зерек, тұла бойды жылтқан ыстық жүрек. Тоқтаулық, талапты шыдамдылық бұл қайраттан шығады білсе керек. Сонда қараңыздар. Ақыл әуелде қандай болады? Суық болады. Яғни расчетливый, есепке құрылады. Кейіннен ақыл жүрек арқылы не істейді? Жылайды, нұрлы ақылға айналады. Жылы жүрек. Нұрлы ақыл. Жылы жүрек. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Міне. Жылайды ақыл. Яғни жылайды деген не деген сөз? Бұрынғы ақыл жүрекке бағынса, ол әділеттілік, мейірім, рақым, шапағат, қайырымдылық қайнаған екен ақыл. Егер жүрекке бағынбаса, онда тек қана есепке құрылады екен. Мысалы, сетевой маркетинг айналысатындар бар ма араларыңызда? Бар ма? Бар. Сізді айналысасыз. Мысалы, сетевой маркетинг айналысатындар бір адамды кездестіргенде, көбісі, бәрі емес енді. Ол адамға қалай қарайды? Өзіңіз айтыңызшы, қалай қарайсыз? Адам деп қарайсыз ба? Иә. Сіз ішіндегі ақылсыз екен, жылы жүрек, негізі көбісі клиент деп қарайды ғой. Рас па? Так, осыны қалай мен алдап қолыма түсірсем екен? Қалай жазып алсам екен астыма? Рас па? Жоқ, жасыратым жоқ қой. Ол адамға қалай, ол саған ол бәрекелді, мынау қандай ғажап адамды кездестірдім мен деп қарамайды ғой. Аппа! Клиент. Бір клиент. Көкжиекте пайда болды. Шын мәнінде нағыз сетевой маркетингтің майталмандарын үйретеді екен. Адамдарға клиент деп қарамаңдар деп үйретеді екен. Сөз бе? Адамға адам деп қараңдар. Адамның жүрегіне жол таба білсең, ол өзі сен соңынан ереді. Дұрыс па? Дұрыс па? Көбі ақылсыздар адамға клиент деп қарайды. Мысалы, маған сондай болды адамдар, үйге келіп уағыз айтады ғой. Туыстар келеді, ағай сізге үйге кіріп шығайын, келе ғой деймін. Бір кезде тақтасын алып шығады, продукциясын алып шығады,
мен айтамын, айналайын, жина да зытын жин. Неге? Сен туыстық қатынастармен бизнесті шатастырма. Иә, сосын біз содан кейін, мысалы, көп адамдар болды, қазір мысалы, арамыз алыстап кетті, суып кеттік. Неге? Өйткені ол өзінің жаңағы есебін алып келді. Жаңағы жылы жүректің орнына ол суық ақылын алып келді. Иә, ақыры біз онымен ат құйрығын кестік. Дұрыс па? Аны, сонда Абай айтып отыр ғой. Әуелде бір суық мұз ақыл зерек. Егер сенің ақылың жүрекке бағынбаса, ол сол суық болып қала береді екен ғой. Ол адам айналасына зұлымдық әкеледі екен. Жаңағыдай жамандық әкеледі ондай адам. Қатыгездік әкеледі, сөзсіз бе? Сонда Абайдың жаңағы қара сөзінде айтады ғой. Ақыл, жүрек, қайрат үшеуі таласты дейді. Білесіздер ғой, атақты. Қайталап айтайын. Мен боламын патша. Адамның денесінде мен патша болам, мен патша болам деп таласты үшеуі. Соны үшеуі дейді, ақыры келісе алмай, үшеуі ғылымға келді дейді. Жүгінді дейді ғылымға. Сосын ғылым төрелігін сіз айтыңыз дегенде ғылым айтты дейді. Әй, ақыл. Әрине, сенсіз адамның ісі жоқ. Бірақ сен адамды жақсылыққа да бастайсың, кейде жамандыққа да бастайсың. Мысалы, анау хакерлер бар ғой, кәдімгі хакерлер. Олар өте ақылды ғой. Анадай 8-9 құпиясы бар. Я, есеп шоттарды бұзу үшін қандай ақыл керек? Суық ақыл. Суық ақыл, сөз бе? Сонда айт дейді, сен адамды жақсылыққа да бастайсың, жамандыққа. Сонда сен жүрекке бағын деп айт дейді. Жүрек сенің жақсылығыңа қуанады, жамандығынан жиркенеді деп айт. Сен жамандыққа жібермейді деп, жиркенеді деп айт, сөз бе? Сонда сен ақыл жүрекке бағын деп айт дейді. Қайрат деп айт дейді. Әрине, сенсіз де адамның жұмыста істететін қайратты адам, намаз оқу үшін де, дін жолында да қайрат керек, бәрінде қайрат керек. Бірақ қайрат, сен де кейде адамды жақсылыққа да бастайсың, жамандыққа да бастайсың деп айт дейді. Сондан сен де жүрекке бағын деп айт дейді. Ал қандайды бір осы үшеуің депті, осы үшеуің бір адамның бойынан табылсаңдар, және осы екеуіңе жүрек басшы болса, табанның топырағын көзге сүрме қып жағатын нағыз әулие адам сол деп айтты дейді. Міне сонда толық адам міне ақыл, қайрат, жүрек. Енді ақыл есепке құрылады деді. Енді қайрат деген не? Қайрат. Қайрат деген не? Күш қайрат, е? Қайратты адам, біреудің тұмсығын бұзған адам қайратты ма? Не, біздің түсіміз солай ғой. Біреудің тұмсығын бұзса, бермеген тартып алса, біздің түсінігіміз, өкінішке қарай, біздің түсінігіміз қате екен. Абай не дейді? Қайрат деген не дейді? Тоқтаулылық дейді. Ол не деген сөз, тоқтаулылық деген? Өзіңді ұстай білу. Мысалы, бір адамға жаман сөз айтқың кеп тұр кейде. Жыным кеп. Тоқтатасын, қой, айтпай қойын. Иә, міне қайраттың белгісі екен. Тоқтаулылық деп тұр, көрдіңіз бе? Сонда пайғамбар айтқан ғой. Нағыз қайратты адам біреудің тұмсығын бұзған адам емес дейді. Нағыз қайратты адам ашуы келгенде ашуын тоқтата білген адам дейді. Сонда Абай айтады, қайратқа қандай не береді анықтама? Тоқтаулық, талапты, шыдамдылық дейді. Тоқтаулық, талапты, шыдамдылық. Шыдамдылықтың өзі екі түрі болады. Бет алды шыдай беру. Көнтерілік. Керек емес онда шыдамдылық. Шыдамдылық талап жолында ғана болу керек. Талап деген не деген сөз? Талап дегеніміз ізденіс, поиск. Талапты ерген нұр жауар. Яғни ғылым жолында, мал табу жолында бірден талаптанып жүрсіз ғой, бір нәрсені іздеп, сол жақта ғана шыдау керек. А егер сенің жаңағы арыңа тиіп атса, намысыңа тиіп атса, әкеңе тіл тигізіп атса, шешеңе тіл тигізіп шыдамау керек онда. Ол талаптың жолы емес қой. Онда шыдамау керек. Онда шыдасаңыз, сіз ынжық, қорқақ, ез боласыз. Сонда Абай қандай керемет айтып отыр.
әуелде бір суық мұз ақыл зерек, тұла бойды жылтқан ыстық жүрек, тоқтаулылық, талапты шыдамдылық дейді. Бұл қайраттан шығады, білсең керек дейді. Сонда қайратты адам деп біз кімді айтамыз? Өзін тоқтата білген адамды. Сонда Абай айтады: қайратқа сеніп дейді. Қайратты қақтықпай дейді. Қайратты адам ешкіммен қақтықпайды екен. Қайратсыз адамдар, ашу, ыза, кекілжің, төбелес ашатындар, ол қайратсыздар. Яғни бойын тие алмайтындар. Түсінесіздер ме? Сонда Абай айтады: қайратқа сеніп дейді, қақтықпай, жазасын тауып жауласар, қатынша тілмен шаптықпай, майданға түссе жарасар дейді. Ана. Қатындар тілмен шаптығады. Қатындар бұл жерде ұрғашын айтып отқан жоқ, нәпсін тие алмағандар. Нәпсін тие алмаған еркек қатын деңгейінде түсіп, қатынымен ұрысады. Қайратсыз еркек ол. Ал қайрат еркек айтады: қойшы, бұл әйел ғой. Әйелдің істеп отқан шығар, қой деп кете салады. Өйткені Конфуций айтқан ғой: балалар мен әйелдерге кешіріммен қараңдар дейді. Бұларды дейді, сыйласаң төбеңе шығады дейді. Алыстатсаң жау тұтады дейді. Ең қиын қарым қатынас осы екеулермен дейді. Балалар мен әйелдер дейді. Сонда қазақ не дейді? Балаға жолама, бәлеш шығады, қатынға жолама, қараш шығады дейді. Сонда қайрат дегеніміз не? Өзі қайратқа сеніп қақтықпай, жазасын тауып жауласар. Жауласу керек, бірақ беталды емес, жазасын тауып жауласу керек. Яғни мойнына қойып жазасын. Ол керек, неге? Өйткені сен ақын кетіп бара жатыр ғой. Қайратқа сеніп қақтықпай, беталды төбелеспе дейді. Беталды кекілжің жасама дейді. Бірақ жазасын тауып жаулас дейді. Қайратқа сеніп қақтықпай, жазасын тауып жауласар. Қатынша тілмен шаптықпай, майданға түссе жарасар. Ал майдан деген не? Майдан деген не? Жоқ. Майдан деген не? Майдан деген парсы тілін аударғанда майдан. Украинада бар ғой майдан деген. Бұл алаң екен. Алаң, площадь. Майдан. Яғни майданға түсу деген не? Әділ бәсекеге түс деп тұр. Майданға түсіп ал дейді. Атақ, даңқты арам жолмен емес, майданға түсіп әділ жолмен ал деп тұр Абай. Майданға шықса жарасар деп сөз бе? Абай айтады ғой: мініңді ұрлап жасырып, біреулер мінін ұрлап жасырып пайда тапқысы келеді. Арам жолмен, таныстықпен, парамен, өтірік жаңағыдай имидж жасау арқылы, пиар жасау арқылы, оның бәрі ертең ашылып қалады. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам. Ал майданнан алған абыройың саған баянды болды екен ғой. Адал жолмен. Сонда Абай айтады ғой: мініңді ұрлап жасырып, пайданы ойлап қайғалма. Сөз бе? Сонда ғой: майданға түспей бәйге алма дейді. Майданға түспей бәйге алма. Міне, қазақтың принциптері қандай болу керек. Сіз қараңыз, Абай қандай қоғамды айтып отыр? Әділетті қоғам туралы әңгіме айтып отыр. Адам бәйгіні тек қана майданға түсіп алу керек. Енді екінші бір қайраттың қасиеті, қайратты адам ешқашан ешкімге жалынбайды екен. Ешкімге жалынбайды. Бастыққа, ақшалы адамға, дәулетті адамға, күшті адамға жалынбайды. Неге? Жалынатындар кімдер? Қайратсыздар. Сонда Абай айтады: қайратпен кіріп дейді, жалынбай. Мысалы, ақша керек болып тұр саған. Мұқтажсың, не? Сен қайратпен кір. Айт: аға, қайратсыз адам бейді. Аға,
құтқарушы, құлын болып кетейін, ол қайратсыз адам сөз. А сен қайратпен айтуың керек. Аға, ер мойнында қыларқан шірімейді. Тірі болсам қайтарам, көмектесіңіз. Міне қайратты адам. Жалынып тұрған жоқ ол. Сөз бе? Қайратты адам. Өзіне не? Бек сенімді. Міне осыған үйрету керек балаларды. Ешкімге жалынба. Қайратпен кіріп жалынбай. Адамын тауып айласын. Қайрат адам айласын табады. Кіммен қалай сөйлесуді біледі. Қайратпен кіріп жалынбай, адамның тауып айласын. Мен қалайға салынбай, жылы жүзбен жайнасын дейді. Қандай адамдарды айтып отыр абай, Сонда бүгіннен бастап, баяда бізде ауылда бір жігіт болған, атын айтпай қоян, этикаға жатпайды ғой. Өзінің қатарында оны ешкім адам деп есептемейді. 12-13-те, сонда біз 5-6-да бәріміз жинап алады да, шешініп тастайды. Сосын бүйтеді, күштімін бе? Ол не? Ол сорлы адам ғой. Сөз бе? Оны қатары оны адам деп есептемейді. Сол сияқты кейбір адамдар бар. Жаңағы, мен қалаймын деп мақтанға салынады. Ол дұрыс емес, абай айтады. Мен қалайға салынбай, жылы жүзбен жайнасын дейді. Жалпы анау әрбір абай айтады ғой, әрбір қайратсыз, әрбір жалқау адам дейді. Әрбір жалқау адам қорқақ келеді дейді. Әрбір жалқау адам қорқақ келеді. Мысалы, жалқау адам қорқады бәрінен. Безін тек ашпайсың. Қой, құрысын. Тыныш жүрейін одан да. Ертең бизнес ашып, түні ұйықтай алмайсың. Біреу тонап кетеді, ұрып кетеді, құрысын. Қалайда да, әрбір жалқау адам дейді, қандай болады дейді? Қорқақ келеді дейді. Әрбір жалқау қорқақ адам қайратсыз болады дейді. Әрбір жалқау қорқақ қайратсыз адам дейді, ақылсыз болады дейді. Әрбір ақылсыз қорқақ адам дейді, арсыз болады дейді. Арсыз болады. Әрбір арсыз ақылсыз адамдардан дейді, тілемсек, сұрамшақ, нәпсін тие алмайтын адамдар шығады дейді. Сонда ең үлкен жаман қасиет надандық деген бар дейді абай. Екі жаман надандық деген бар дейді. Сосын жалқаулық деген бар дейді. Сонда мәшһүр айтады, жалқаулық дейді, надандықтан да жаман дейді. Міне сонда толық адам болу үшін не керек? Ақыл керек, қайрат керек және жүрек керек.